Аға айтады, мөлдірге қолымды жетпей қалып жатыр ғой. Ал балықтарыңыз маған қараңыздар. Бір, Құтты болсын. Не деген? Майрапам келе тұрады. маған қараңыздар. Майрапай! Супер. Жаным, аэропорттан сутка жолдысы. Бірге жасалайық.
Жұп, қалайсыздар? Жақсы. Қалай жатыр? Қалай жатыр? Вау, түсінді платье. Қалыңыз қалай аға? Қалай жатайыңыз? Қалай жатайларыңыз? Турциялас досым. В смысле Турциялас? Только Турциялас дос. Жоқ, екеуміз ғана барамыз дегенге. Турциялас дос болады деп. Что-то ол планымызды іске аспай қалды. Зато одан да крутой план іске асады. Құдай қаласа. Жап-жас ата келе жатыр. Сағышке. Қалайсыз? Ой, қалайсың? Қалай жағдайларыңыз? Бұнда қараймыз, бір, екі, үш. Тойбастар сыйлығымызды осы бір сәтте тиімді пайдалансақ. Тамаша, қымбат қонақтар, сіздер үшін қуаныш иесінің атынан, біздің мөлдір әпкеміздің атынан бриллиант тойбастар! Әрбір жанға! Бұл енді үлкен ниетпен, арманмен алынған сыйлықтар. Сондықтан да той жұмысы болсын. Ырыс ықсат, жақсылық жұғысат дейді. Жақсылық барлықтарыңызға жұғысы болсын. Шын мәнінде үлкен рахмет. Ойлана келе тойдан қыз балалар өздері тақса, ер азаматтар үйдегі қызына барып тақсын. Менің қыздарымдай білімді, өнерлі, сұлу, еңбекқор болсыншы деген осындай оймен табыстадық. Мөлдір махаббатпен қабыл алыңыздар. Ауди, Асри! Ата-ана ретінде біз ойлаған дүниеден де асып түсетін, таңғалдыратын нәрселер жасап жатсың біз үшін. Қатты жақсы көремін мен сені. Кеше Дубайға бардық қой, диплом алып күтуге. Кәдімгі мен Қазақстанда қақшай өзімше болып, менсінбей алдыға кетіп қалып жүремін ғой. Дубайда наоборот сүгірек қылым. Әдемі ол деген тапса бәрін шешіп ана жерде білмеймін дейді. Мен қандай қыз дүниеге әкелгем деп, Алла тағалам деймін, тәуба шүкір деймін. Осындай Алла тағалам жаңағы шүкір айтамын, бергені деген сөз бар ғой әннің ішінде. Сансыз шүкіршіліктер. Алла тағала осы 5 баламды дүниеге әкелуге бұйырған, және де 5 баланы әкелген мен әлемдегі ең бақытты анамын. Әдемі ешнәрсе сұрамайды екен өмірде. Маған ананы алып бер, мына жаққа барғым келеді, мынандай көргім келеді немесе деген сияқты. Тыныш қана кәдімгі үйдің бөпесінің бірі, әке-шешесін тыңдайтын, тыныш қана үйдің үлкені. Мен білмеппін әдемі қатты сол нәрсені аңсап жүргенін осыны атпаймын. Өткенде бір сырласып, шай ішіп отырып қалған кезде айтып қалды, осындай көлік мінгім келеді деген сияқты. Сөйтіп, әдемі шынымен қатты мінгім келіп жүрмін, мен сені қалай байқамадым деп ойлап айттым да, я мама, мен енді айта алмай жүрген болатын, қатты сені хочу машину деді. Сонымен көп ұзатпай бардым, таза өз еңбегіммен Ауди